Ал достар, шырайлы Шымкаладамыз. Мә, саған мына жақта күн деген енді айтамайым. Жаз басталып кеткен сияқты Шымкентте. Ұйқымыздан оянды Басекең екеуміз. Шымкент келгенімізде Шымкентте погода 35 градус шомылатын күн болып тұра көріш. Жол жөнекей машаттан шомылып кетеміз ғой. Сөйтеміз ғой деймін. Енді айтамайым енді. Күннің ыстықтығы прям машинаның іші қызғыз қайнап отыр ғой. Сыртқа шықса. Ал достар, баршаңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Қадош? Дия? Денім, алтыным. Күн тәттім. Анисок. Тәттім. Шоқаным. Балапандарымды алдым. Енді Құдай қаласа бісмілләдеп Алматыға қарай жолға шығамыз, достар. Бізге ақ жол деп қойыңыздар. Ал ақ жолын берсін. Енді аман-есен Алматыға жетіп алайық. Иә, қызым? Иә? Тәттім. Қадош. Не істеп отырмын? Шымкент. Қызым неше сақша жинап аласың. Ау алтын. Ашып берейін ба, жан? Ашып берейін ба? Ашып берейін. Көзір. Қап-қара болып кетті қызым. Ал достар, енді Алматыға қарай жолға шықтық. Шымкент қаласына жұмыстарымыз бітті. Бісмілләдеп Алматыға қарай. Ашықты Аллах жолын берсін, аман-есен жетіп алайық. Ну, я тоже решила подъехать домой. Просто сегодня праздник, тем более. И все мои ученики решили так пойти. Я решила их поддержать. И зашла в автобус, и села. Ну, смотрю реакции, все смотрят. Ну, понимаю, что сегодня праздник. Всех с праздником. Бір қызық бірдеңе айтайын сіздерге. Адамдарда реакция жоқ. Неге деймін бе? Автобустың ішінде отырғанда. Өйткені бәрі телефонда отырайды. Ешкім мені көрген жоқ. Бір-екі адам көрген шығар, қалған бәрі телефонда ғой. Үшін короче. Қазір бір адам түріне қарайтын жағдай жоқ. Өйткені қолдарында телефон. Екен. Мен вообще ыстық, суық деген білмеймін, қалың киініп жүремін негізі. Жетонға адам. Как ощущение?